мынандай парталарды көретін болсам, балалық шағым есіме түсіп, осындай партаға отырғым келеді. Барлығымыз осындай партада отырдық. Менің әлі күнге дейін алғашқы ұстазым, алғашқы жаттатқан тақпағы есімде. Оны енді барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, бірақ айтып берейін. Мектебің мынау классың, осында 10 жыл тұрасың, тардай болып кіресің, таудай болып шығасың дейді. Жеп жеңіл, әдемі тақпақта. Менің қазір балам да мектепте оқиды. Баламның сабағы өте ауыр, қиын. Балам қиналып кетеді сабақтан. Ана баламның сабақтан қиналып жүрген көріп, мен жаңағы жаттаған тақпақты өзгерткім келеді, ол балама қарап тұрып. Балама қарап тұрып, бүйтіп айтқым келеді да. Мектебің мынау классың, осында 12 жыл тұрасың. Тардай болып кіресің, ментальная арифметика, логикалық сұрақтар, ағылшын тілі, қазақ тілі, әдебиет, латын тілі, подкурстарға қатысып, миың ашып, атала болып, шашың ағарып, тауға қарай қашасың деген келеді да. Рас қиын сабақтар. Бұрын бізді ұстаздарымыз қалай үйрететін? Осы ең бірінші партаға отырған кезде түзу отыруды үйрететін. Қолдарыңды осылай ұстаңдар, түзу отырыңдар деп үйрететін. Енді бүйтіп отыратындар, тек қана алдың қатарда отыратындар, сосын отличниктер еді. Ары қарай 3-ші, 4-ші қатардан ары қарай кім қалай отырғысы келеді, солай отыратын еді ғой. Біреулер бүйтіп отыратын кәдімгі. 4-ші қатардан ары қарай бүйтіп отыратындар болатын сабақта. Мынау партадан тек қана көзі көрініп тұрады. Бір крокодил ма, бегемот па қарап отырған сияқты. Пәленшеев десе бар деп саусағын ұшы ғана көтеріледі. Біреулер бүйтіп отыратын. Ана үлкендеу біреудің артына тығылып алады да, бүйтіп отыратын. Өстіп жатады. Өстіп жатып, партаң астына сағыстау болады. Сон шайнап жатып, ұйықтап қалады. Бүйтіп отыратындар бар еді кәдімгі. Болмаса потолокқа қарап отыратындар болатын. Өзімен өзі. Сосын қасында кластасың отыратын болса, сол кластасың қасында жатып алып отыратындар болатын бүйтіп. Өстіп отырады кәдімгі. Нема деп үйде жатқан сияқты отырады да. Нема апай сонда ол қалай деп кәдімгі мамасымен сөйлесіп отырған сияқты отырады ғой. Сосын бүйтіп отыратындар бар еді. Ол кішкене 5-ші қатарларда артқа қарай шалқайтып алады. Өстіп отырады бүйтіп. Аяқ киімнің басында айна болады. Тарих сабағы отырса, оған биология сабағы отыратын. Деп отыратындар болатын. Сосын ең жаным келетін сабақта бүйтіп отыратын қыздар. Бүйтіп жасырып ше кәдімгі. Үй тапсырмасын көрсетпей отырады бүйтіп. Жалтаңда отырасың бүйтіп анаған. Анаған біткен сайын қаша береді ғой кәдімгі. Орындықтың ұшына отырып алып көрсетпей өстіп қанын ішіп отырады. Анаған бүйтіп отырасың кәдімгі. Сондай бүйтіп тығылып отыратын қыздар мектепке келген кезде ұстаздар бүгін сабаққа кім дайын деген кезде қанымыз ішетін солар еді ғой. Апай, мен апай, мен. Ана ұстаздың аузына қолын тығып жіберейін деп атады ғой. Ұстаз соны көрмейді. Ұстаздарымыз алдында 5-6 қол тұрады ғой. Апай деп ше, соны көрмейді ғой. Басқа адамдар іздеп тұрады да. Сосын апаймен көз атысып қаласың. Қол көтермей отырсың. Жүрегің тарсылдап кетеді да, қазір сен неге қол көтермейсің деп сұраймын деп, өтірік білдірмей. Қолыңды бүйтіп көтеріп қалсаң, сен дейді ғой. Бітті ғой, жүрегің жарылып кетеді ғой жерде. Дайын емесін да, апай сыртқа шығып келуге бола ма деп кетесің ғой кәдімгі. Құтылып кетесің. Осы бүйтіп оқитын, бүйтіп отыратын балдар болады. Өстіп оқитындардың барлығын біздің ұстаздарымыз мына құралдармен оқытты. Міне. Мынаны білесіздер барлықтарыңыз. Указка. Өзіндік жұмыс осындай қарашаның 4-і деп түсіндіріп атады да, ана сабаққа желание сыймай жатқан балдар болады ғой. Соның басына тоқ өткізген кезде көзіне от жанатын кәдімгідей. Автоматически қаруға айналатын еді да. Сосын мынау бор, барлықтарыңызға таныс. Міне.
Ой, бұл бор кімнің басында шашылмады? Бүгін қаңтардың 5-і балалар жазып қоятынымыз әлем қолын деп. Маңдайында шашылып кететін еді ғой. Жартысы бөлініп түседі, Акбелянан дейді. Басы бор ақ келетін. Бұл борлардың тағы да түр-түрі болатын. Жеуге болатын борды қыздар жеп қоятын өзі. Сосын жұмсақ бор болатын. Ол тақтаға жазған кезде үгітіліп кете береді. Сосын қатты борлар болатын, тас сияқты. Онымен апай тақтаға жазған кезде бүкіл дене мүшесі қозғалатын еді ғой. Сосын мынау мектептесі кілт есіме түседі. Бұл кілтті білесіздер, бұл тәрбие жөніндегі завучта жүретін. Тәрбие жөніндегі завучта жүретін, болмаса тышыдан беретін ағайда жүретін. Ой, біздің тышыдан беретін ағайларымыз қандай еді? Өзінің мамандықтарына берілген түріне қарасаң, тышыдан беретін ағай дейтін едік қой. 40 градус аяз ба, 40 градус суық ба, ыстық ба, кроссовка спортивкамен жүретін еді ғой. Жиналыс болады десе, спортивканың ішінде көйлек киіп келе салады. Бір қолында кілт, калюдорда бидеп жүретін. Бір қолында баскетбольный доп, спорт залға кіріп келеді да, баскетбольный допты бізге тастап, футбол ойнаңдар дейтін еді ғой. Ана сопайып кеткен доп, бір тебесің, терезен сындырасың, сосын ма кілт ұшады. Өстіп оқыдық біз, партаға тиіп, указка тиіп, бор тиіп, тақтаға шығып, директордың алдына барып, бұрынғы ұстаздарымыз осылай оқытатын. Ал қазіргі ұстаздар WhatsApp-тағы чат арқылы оқытады. Чат деген бар, ана класстастар, группаластар, достар, бауырлар деген чатты қарамаймыз, уақыт жоқ оған. Ата-аналар деген чат бар. Сөз жерде бір 15 минутқа ашпай қалсаң, 256 сообщение кеп тұрады. Оның ішінде 150 тапсырма. Үйде жүреміз барлығымыз, отбасы болып ойнап, күшті болып, баламды ойнатып, мамаң тамақ істеп атады, әйелің үй жинап атады. Сосын бір уақытта телефонға көзіміз түсіп кетеді. Класс жетекші записывает аудио деген. Бітті, настроениеміз түседі. Қазір тапсырма берейін деп жатыр. Орындай аламыз ба, орындай алмаймыз ба? Уайымдап жүреміз, бәріміз айналып ананы. Бір уақытта загрузка толып бітеді. Апам келеді да, бісміллә деп баш жібереді. Құрметті ата-аналар дейді. Говорит Москва деген сияқты қатып қаламыз ана жерде бәріміз. Нөмірі 3-ші, 4-ші, 5-ші беттегі жаттығуларды орындаңыздар дейді. Апасы бірден жаттығу орындап атады. Мамасы математика шығарып атады. Мен ана жерде сурет салып бояп атам. Баламыз ұйықтап атады. Ол оятқаннан толық жоқ қой, ол жетпейді ғой, мен жетпейді ғой ол сабақтарға. Сол қазір апасы, мен, мамасы үшеуміз 4-ші класс оқып атақ қазір. Анау баламның демалысын балаға қарағанда қазір ата-аналар күтетін болды ғой. Ура, каникул, демалыс болды ғой. Баламыз тасымайтын болдық қой деп ше. Анау чат дегенің бір жақсы жері, кімнің баласы кір қожалақ, кім егімен оқиды, кім кешіп кеп отыр, бәрін біліп отырасың ана жерде. Құрметті ата-аналар дейді. Хан Сұлтан шалбарсыз кепті. Жамиля шашын тарап кемеген. Сосын Жомарттың ата-аналары, кеше Жомарт кешке не жеген еді? 12-ке дейін ауырып отырды, медпунктта отыр, алып кетіңіздер дейді. Соғыста жүрген сияқты ана жерде. Сол чат арқылы сабақты да, тапсырманы да барлығын жіберіп отырады. Сосын логикалық сұрақтар жібереді. Ана логикалық сұрақтарға біздің логикамыз жетпей қойды ардақтағы ағайын. Шынымен, мен қазір анау WhatsApp-қа қалай келді логикалық сұрақ. Дәл соны мен алып келдім, жазып. Өйткені мен сіздерге айтып беретін болсам, өтірік болып қалуы мүмкін. Дәл сол күйінде алып келдім. Тыңдаңыздаршы, мынаған біздің логикамыз жетпей кетті. Тыңдаңыздар. Ұшақ Шымкент қаласынан Нұр-Сұлтанға дейін ұшуы тиіс. Есте бойынша 9:00-де ұшатын ұшақ
11:00-де Нұр-Сұлтанда болуы тиіс. 800 литр жанармай керек. Ұшақта 178 адам бар. 12 қызметкер бар. Уақытылы ұшқан ұшақ белгілі бір ахуалға байланысты 9:45-те апатты жағдайда тоқтады. 58 адам түсіп қалды. 30 минутта ахуал жөнделді. Ұшқыштың жасы нешеде? Алдындағылардың бәрін қоймай-ақ, просто ұшқыштың жасы нешеде десе сол сұрақ қой. Мынаны кім шығарады деймін да мына сұрақтарды. Мен мынандай сұрақтарды қазір өшіріп тұрып шығара аламын. Мысалы, Түркістаннан Таразға бір автобус шықты. Ішінде 17 адам болды. Екі жерде тоқтады, бір жерде заправка құйды, бір жерде тамақтанды. Тағы да жол жөнекей 16 адам мінді. Сағат 1:30-да Таразға жететін автобус сағат 2:30-да жетті. Автобустың нөмірі қандай дей салғы болады? Тур сондай ғой, ешқандай айырмашылық жоқ қой. Екінші логикалық сұрақ тыңдаңыздаршы. Қонақтардың 16-сы қымыз, 19-ы шұбат, 14-і айран ішті. 7 қонақ қымыз да, шұбат та, 4 қонақ қымыз да, айран да ішті. 6 кісі шұбат та, айран да ішті. Ал 2 қонақ қымыз да, шұбат та, айран да ішті. Әрбір қонақ аталған 3 сусынның кемінде біреуін ішті. Тек қана шұбат ішкен қонақтардың санын табыңыз. Кім не ішіп жатыр өзі? Не деген халал отырыс мынау? Бір кола жоқ. Біреу ананы ішті, мынау мынаны ішті деп Шерлок Холмс болу керек қой мынаны табу үшін. Сосын ішінде байқасаңыздар, 2 кісі шұбатта, айранда, қымызда ішкен екен. Енді оны ішкен адам болды, ол жерде отқан жоқ ол екеуі. Осындай сұрақтар келеді да. Бұрын бізге де логикалық сұрақтар келетін, бірақ оңай болатын еді. Мысалға, Жазираның қолында 2 қызыл алма, Саматтың қолында 2 көк алма. Жазира Саматтан 1 алма қарызға сұрады. Екеуінде неше алма дейді. Болмаса, А пунктына шыққан пойыз Б пунктында осындай жылдамдықпен жүрсе, қай уақытта жетеді дейді. Бізде өзі 2-ақ нәрсе шығатын. Пойыз шығады, сосын велосипед шығады. Болды. Басқа ештеңе шықпайтын. Соны Жазираның қолынан 1 алманы сұрап алып, жеп отырып шығат бастайтынбыз. Көк алма, қызыл алма, велосипед, пойыз, сонымен бітті ғой мектеп. Синус, косинус, катангенс, іргелес жатқан катеттің гипотенузасы неге тең деген біреуін пайдаланбадық қой өмірде. Ұстаздарымыз соны жаттатқан өмірлерінде керек болады деп, кәні біреуін де пайдаланбадық. Жоқ, ол катангин, синус, косинусты қоя бергенші. Дециметр не үшін жаттатты? Бүкіл жерде сантиметр, метрмен өлшейін. Дециметр жаттаттық қой деймін да. Мен қасыма келіп, сенің бойың медет неше дециметр деп сұраған адамды көрмеппін. Үш сабақ еңбек қайда деймін да баяғы. 3 сабақ қатарынан еңбек болатын бізде. Кәдімгі шынымен еңбектенетінбіз. Қыздар салат істейтін, кесте тоқитын. Бізде мысалға үйде ана неде мектепте станок істемей қалса, сыртқа қарай шығып, қар күреп, мұз жарып, тал краскілеп, әктеп, сол жанында разнорабочий болып жүретін еді ғой мектепте. Сосын бір байқаған, еңбектен сіздерден сұрайшы, осы еңбектен беретін ағайлардың бәрі мұрты болатын еді ғой. Бірақ бізді сабақтан бөлік, білімнен бөлік, дене тәрбиесіне, еңбекке үйрететін. Өйткені өмір бақи біз оқып жүре бермейміз ғой. Күрек ұстайсың, қолға балта ұстайсың. Мысалы, қыздар тамақ істей білу керек, кесте тоқи білу керек деген сияқты. Сондайлардың барлығы үйрететін. Қазір енді сабақтар қиын болып кеткен. Бірақ енді мен бұл жерде ардақтап ағайын бір ұстаздарды даттап, болмаса бір ұстаздарды жамандап жатқан жоқпын. Өйткені ұстаз қай кезде де ұстаз. Ол қазіргі мектептің программасы қандай оқулықпен оқыт деді, сол оқулықпен оқытып жатыр. Өйткені қазақта керемет сөз бар, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дейді.
Біз баламызға апасы, атасы, мамасы, мен барлығымыз қосылып үйрете алмай жүрген. Баланың өзі түсінбей жүргенде ұстаздар сол класста қойып 38-40 балаға үйретіп атады. Арасында мықты-мықты олимпиада жеңімпаздары, мықты-мықты білімді ғалымдар шығарып жатыр. Енді бұл жерде мен өзім сондай сұрақтар болған соң, сәл биыл қазіргі жылдың сабақтары қиын болған соң, сіздерге бір айтып кеткенім ғой. Бірақ енді мен жалпы осы мектеп ұстаздардың жалпы осындай қазіргі заманның бағдарламасына шыдап жүрген, қазіргі балдардың мінезіне шыдап жүрген ұстаздардың алдында мен бас имем.